Рабиа ибн Кааб, Алла одан разы болсын, 9-10 жасында болған шағында ардықты пайғамбарымыз Алла елшісіне Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, оған қызмет етіп, дәрет алуға көмектесетін еді. Рабианың пайғамбарды сүйгендігі соншалық, оның үйінің есік алдында ұйықтайтын еді. Бір күні пайғамбарымыз Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, Рабиа ибн Каабқа ерекше сыйлық жасамақшы болады. Пайғамбарымыз одан: «Нені қалайсың, соны сұра» дейді. Сонда Рабиа ибн Кааб: «Мен кішкене ойланайын» деп жауап береді. Сәл кейінірек ол Алла елшісі саллаллаху алейхи вассаламға былай деп жауап береді: «Уа Алла елшісі, мен сізбен бірге жәннатта болуды қалаймын» дейді. Сонда пайғамбарымыз Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, мүмкін басқа нәрсе қалайтын шығарсың деп тағда сұрайды. Сонда Рабиа ибн Кааб: «Жоқ, мен тек соны ғана қалаймын» деп жауап береді. Пайғамбарымыз ол балаға біреу үйреткен болар деп ойлайды. Сөйтіп Рабиадан Алла елшісі былай деп сұрақ қояды: «Саған бұл сөздерді кім айт деп үйретті?» дейді. Сонда Рабиа ибн Кааб былай деп жауап береді: «Маған ешкім үйретпеді. Егер дүниелік нәрсе сұрасам, ол таусылып қалатынын білдім. Мен бітпейтін нәрсе сұрауды қаладым» деп жауап береді. Сонда Алла елшісі Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын Рабиа ибн Каабқа былай деп өсиет етеді: «Көп сәжде жасауға тырыс» дейді. Осы оқиғадан кейін мұсылман жамағаты, сахабалар Рабиа ибн Каабтың үнемі не руку, не сәжде жасап жатқандығын ғана байқайтын еді.